Семей қаласы Абай облыстық тарихи-өлкетану музейі Алаш жұртына біздің музейдегі Хаким қария мен оның немересі Ойзеректің бастан кешкен оқиғаларының топтамасын ұсынады. Бұл жерде тарихи жәдігерлер көп қой. Ата, мына суреттегі кісі кім? Ол бұрынғы кездегі атақты қолбасшы. Ал мына кітаптар ше? Олар өте ескі, тарихты сақтайды. Балам, бұл Қазыбек би. Ол қазақтың үш ұлы биінің бірі болған. Ол батыр болған ба? Батыр болған. Бірақ оның қаруы қылыш емес, сөзі еді. Ол, біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз деп. Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Ата, мен де сондай батыл болғым келеді. Батыл болу үшін жүректе әділдік пен елге деген сүйіспеншілік болу керек. Сенің бойыңда ол бар, балам. Балам, мына жәдігерлерді көр, біздің тарихымыз осында жатыр. Иә ата, бұлар қандай заттар? Олар ата-бабаларымыздың қолынан шыққан, біз оларды болашаққа жеткізуіміз керек. Түсіндім ата. Міне, нағыз мұра осы.